Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда ерекше дәмді десерттардың бірі банофи пайдың жасалу жолымен бөліскім келеді. Ендеше осы видеоны соңына дейін қарап, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Қажетті ингредиенттердің барлығын описаниеге жазып кететін боламын. Ең алдымен бөлме температурасындағы немесе ерітіп алған сары майға қантты, шым тұзды қосып және де ванилин қосып венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Енді бір жұмыртқа қосып, тағы да барлығын бірге араластырып аламыз. Осы қоспаның үстіне електен өткізілген ұнды саламыз. Міндетті түрде електен өткіземіз және де жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды целлофанға орап, тоңазытқышқа 35 минутқа қойып қоямыз. Менің қамырым тоңазытқышта жарты сағат тұрды. Енді иілеп формаға саламын. Менде форманың диаметрі 23 сантиметр. Қамырды формаға орналастырып шығамын. Жан-жағын қатты биік етудің қажеті жоқ. Және де осы қамырдың үстіне пергамент қағазын қойып, оған міндетті түрде груз қоямыз. Менде чечевица, сіз горох қойсаңыз болады. Дайын болған қамырды қызып тұрған пешке 180 градусқа 30-35 минуттай пісіреміз. Дәл осы күйінде қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Осы аралықта кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге 33%-лық салқын сливке қажет болады. Миксердің көмегімен қоюланғанша асықпай миксерлейміз. Шамамен 3-4 минут уақытты алады. Біздің креміміз өзінің формасын ұстайтын осындай қоп қою болып шығады. Оған творожный сыр саламыз және де сахарная пудра қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып миксерлейміз. Осымен біздің креміміз дайын болады.
Дайын болған коржды аздап қана суытып аламын, кейін сгущенканы жағып шығамыз. Менікі кондитерлік дүкенде сатылатын сгущенка. Сіздер карамель қолдансаңыздар да болады. Айтпақшы, карамельдің жасалу жолы менің каналымда бар. Астына ссылкасын қалдырып кететін боламын. Ендігі кезекте бананды турап шығамыз. Жалпы 3 банан қосуға кеңес беремін, сол кезде толығымен жететін болады. Менде үйде қалғаны 2 банан болғандықтан соларды қолданамын. Бананды видеодағыдай етіп қойып шығамыз. Енді біздің дайындап алған кремімізді кондитерлік мешокқа салып аламыз. Видеодағыдай насадканы қолданамын. Жалпы кез келген насадка жарай береді. Барлығын бірдей кондитерлік мешогымызға салып аламыз. Видеодағыдай етіп, кремді біздің десерттің бетіне әдемілеп орналастырып шығамыз. Осымен біздің десертіміз дайын болып қалды. Бетіне малина қойып шығамын. Негізі малинамен өте ерекше болып шығады екен. Егер сіздерде болмаса, қоспай қоюларыңызға да болады. Және де міндетті түрде какаоны сеуіп шығамын. Осымен біздің дәмі тіл үйіретін десертіміз дайын, ерекше тәтті болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан-ақ керемет болып шығады және де қайта-қайта жегің келе береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жұма сайын дәмді рецепттармен бөлісемін.